Өздеріңіз көрдіңіздер, бүгінгі жиын жақсы өтті, халық жалпы қолдап отыр. Барлығыңызды алдағы 15 наурызда болатын референдумға келіп, дауыс беруге шақырамын. Өз таңдауларыңызды жасаңыздар. Бұл конституцияның, жаңа конституцияның артықшылықтарының барлығы бұл қоғамға, біздің елге көп мүмкіндік беріп отыр. Бұл өйткені заман талабы сай отыр. Президентіміз де айтып өтті, қазіргі уақытта жаңа конституция цифровизация сияқты бұрын қамтылмаған, немесе адам құқықтарын, одан кейін қазақ елінің тарихи, ұлы дала елінің тарихи ерекшеліктері бәрін ескерген. Сонымен қатар айта кетерлігі, бұл конституцияны, 95 жылғы конституцияны жаңа өздеріңіз естідіңіздер, 3 шетел азаматы жазуға атсалысқан екен. 2 Франция азаматы, 1 Ресей азаматы. Мен ойлаймын, жаңа конституция толығымен қазақ тілінде жасалған құжат. Біздің қазақ елінің азаматтары, қазақ елінің жанашырлары барлығы атсалысып, қайраткерлері осы жаңа конституцияның еліміздің барлық тұстарын, барлық қажеттіліктерін қамтитындай етіп жасауға шешеміз. Сол үшін барлығыңыз тағы да 15 наурыз өз таңдауларыңызды жасауға шақырамыз.